Жылдам ақпарат көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда қай кредит автомат түрде жойылады? Қаржылық алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мақсатында 2023 жылдан бастап Қазақстанда несиеден ерікті түрде бас тарту шарасы енгізілді. Әрбір азамат қарыз алуға тыйым сала алады. Стоп несие қызметі e-gov сайты мен мобильді қосымшасы арқылы қолжетімді. Әрбір азамат қарыз алу мүмкіндігіне шектеу қою құқығына ие. Стоп кредит қызметінің қалай пайдалану керектігін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі түсіндірді. Қызметті компьютер арқылы пайдалану үшін келесі қадамдарды орындау қажет. e-gov сайтына кіріп, жеке кабинетке тіркелу. Қызметтер бөлімінде банктік қарыздар мен микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту қызметін таңдап, онлайн тапсырыс беру. Барлық міндетті өрістерді толтырып, электрондық сандық қолтаңба арқылы өтінімдерге қол қою. Жеке кабинетте қызметтерді алу тарихы бөлімінде сұрау нәтижесі туралы хабарламамен танысу. Мобильді қосымша арқылы қызметті пайдалану үшін e-gov мобильді қосымшасын ашу. Қызметтер бөлімінде салықтар мен қаржы бөлімін таңдау. Банктік қарыздар мен микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарт бөлімін таңдаңыз. Қажетті деректерді толтырып, сұрауды электронды түрде қол қойыңыз. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.